тілі ұзын қатынның отбасында береке болмайды. Тілі ұзын қатынның байының табысында береке болмайды. Тілі ұзын қатынның байының денсаулығы да болмайды даже. Қазір бізде көп қоғамда ше, өзінің байы бар, тілі ұзын, бірақ ойнастық жасайды ғой ана. Өзінің байы бар, басқа бір еркектерді армандап, соны ойнастық жасап жүрген қаншама қатындар бар бізде. Базарда да бар ол, медицина саласында да бар, мұғалім саласында да бар. Қазір осыны айтсақ, мына мұғалім саласында жүрген, медицина жүрген, мына базарда шиміш өсе қайтып отқан қатындар, ойбай деп шығады. Ана сөз егесін тауады ғой. Сөз егесін тауады ғой, шындық жақпайды ғой, істеп жүрген адамға жақпайды да. Соны кім жасап жүрді, сол ғана өзіне алады да сөзді ше, шындықты. Шындық, анау нәпсіге жақпайды ғой, мойындағысы келмейді. Сөйтеді қарсы шығады ғой. Медицина саласында жүргендер, мұғалім саласында жүргендер, базарда шиміш жағы өсе қайтып жүрген қатындар болса, осы сөзі өзіне алады да, анау қарсы шығады сразу. Рас ол, өзінің байы бар, бірақ басқаменен ойнастық жасап жүргендер ғой. Ондай қатыннан текті қыз шықпайды негізі. Оның қыздары түбі қайтып келеді. Байдың қадірін білмейді ғой. Рас шындық қазір. Шындық дәлел фактіні айтсаң, қазір өзіне қарсы шығады. Қазір дәл момент осы қоғамда болып жатқан осы жағдай. Өзінің байы бар, бірақ ойнастық жасап жүрген қаншама қатын бар бізде. Келеді да еркекке жамандайды, еркек бұндай деп. Еркекті еркек қылатын қатын негізі. Қатын расымен. Бұл қатындарға қазір жестко айтпасам пайдасы жоқ бар ғой. Қазір негізі адамның терісі, шошқан терісінен қатты болып кеткен. Тықстан біз өтпейтін болу қазір. Сөз өтпейтін болу ғой шынымен де. Ол ренжімейді, ол факті. Мына қатындарға айтарым, шамалы естерін жинап алыңыздар. Тозақтың көбісі қатындар болады деген. Еркек болады деген жоқ. Құранда да еркек сүресі жоқ, қатындарға айтылған аят бар. Шамалы естерін жинап алыңыздар. Қатындарға айтарым. Байы барам жүріпті, байы жоқ, былай жүріпті сразу, шыны керек. Байдан ажырасады да болды. Байдың қадірін білмегендер, ана еркекпенен былай кетіп барсыңдар, мына еркекпенен кетіп барсыңдар. Шамалы нәпсілерін дізгендеп, бір ұрпақ тәрбиелі болсыңдар, немере тәрбиелі болсыңдар. Кене бір естерін жинасаңдаршы. Түбі Құдайдың алдына барасыңдар ғой, не дейсіңдер барғанда? Я анадан қанағат таппа, анадан қанағаттандым дейсіңдер ма? Я ананікі дәу екен, мынанікі тағы бірдеңе дейсіңдер ма? Сендерге жестко айту керек қой. Бірдеңе болса дінге дейсіңдер, анау бүйтті, мынау бүйтті деп. Әйелдер айтарым, шамалы естерін жинап алыңыздар. Қайтқаны бар, қайтпағаны бар. Аман болыңдар.